Бүгінгі сабақтарыңа сәттілік тілеймін және осы сабақты жақсы өткізіп, барлығыңыз жақсы бағыңыз. Бүгінгі ашық сабақта дәрістеріне сәттілік тілеймін. Осы ашық сабақты сәттілікпен орындап шығайық. Оқушылар, біз құндылық жайлы хабарымыз бар ма? Құндылық дегенде кім қалай түсінеді? Кім жауап береді? Ал Нұрасыл. Құндылық ол дегеніміз өзіне ең қымбатты нәрсе. Мысалға айтқанда, отбасы құндылығы. Отбасы ол біз үшін қымбат болып келеді. Сонымен біз құндылық деп айтамыз. Иә, жақсы, жарайсың. Ал енді адал азамат құндылық жайлы кім біледі? Кім айтып көреді? Ал Білән? Иә, мен адал азамат туралы құндылық білемін. Біз адал азамат туралы әр сабақта қамтимыз. Иә, дұрыс айтасың, жарайсың. Оқушылар, біз лексикалық тақырыптың аясында өткен грамматикалық тақырыптарды есімізге бір түсіріп өтейік. Енді бүгінгі үй тапсырмасын қайталау құмсағат ойыны бойынша жүзеге асады. Енді сұрақ беріледі, сол сұрақтар бойынша қол көтере отырып жауап береміз. Яғни, тон сөз дегеніміз не екен оқушылар? Бірінші сұрақта сөз. Яғни сөз тудырушы жұрнақтар екен. Ал енді ары қарай біздің тапсырмаларымыз көтереленеді. Мінекей оқушылар, енді осы құндылықтар аясында біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы енді ұлттық құндылықтар, ел қазынасы деген тақырыпты алып қарастырамыз. Енді бүгін сіздерменен біз осы лексикалық тақырып аясында мына мақсаттарды не істейді екенбіз, жүзеге асырады екенбіз. Яғни бүгінгі сабақта осы мақсатқа қол жеткіземіз. Әлеуметтік мәдени ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог монологтердегі көтерілген мәселенің талдау, екпіннің түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану болып табылады. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді біздің сабақта тағы қозғалған бір мәселеміз ол адал азамат неседі біртұтас тәрбие құндылығы бойынша. Яғни ол қаншаға бөлінеді екен оқушылар? 6-ға бөлінеді екен. Олар қандай екен? Тәуелсіздік және отаншылдық, әділдік және жауапкершілік, бірлік және ынтымақ, заң және тәртіп, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, жасампаздық және жаңашылдық болып бөлінеді. Жақсы. Иә, дұрыс айтасыңдар оқушылар. Жалпы біз құндылық дегенді енді түсіндірмелі сөздік арқылы қарастырып көрейік. Құндылық дегеніміз не екендігін бір оқушы оқып жібере қойсын ба? Аяна оқып жібере қой. Құндылық ол бір нәрсенің маңыздылығы мен мәні, пайдасы немесе пайдалылығы және қымбаттылығы. Яғни құндылығы туралы. Жақсы, жарайды, рахмет. Яғни көрдіңдер ғой, иә? Жаңа сабақта сендер өздерің құндылық жайлы өздеріңнің қабылдауларыңды білдірсеңдер, енді біз түсіндірме сөздік арқылы құндылық сөзін қарастырып көрдік. Енді құндылықтарды біз бірнеше топқа бөлеміз. Материалдық құндылықтар, табиғи құндылықтар, көркем құндылықтар және адами құндылықтар деп қарастырады екенбіз. Енді материалдық құндылықтарға не жатады екен? Нұрали? Материалдық құндылыққа заттар, әшекей бұйымдар, алтын, азық-тастар, ақша мен меншік тағы басқа жатады екен. Жарайсың. Екінші, табиғи құндылыққа Кәусар? Күміс, жол мен батуы, теңіздер мен заттар, өсімдіктер мен жануарлар, тағы да басқа. Жақсы, жарайсың. Ал көркем туындыларға не жатады екен Айша? Көркем құндылықтарға әдетте өнер, салт-дәстүр. Мысалы, біз Қазақстанда әртүрлі салт-дәстүрлеріміз бар. Мысалға, Наурызда біз әртүрлі салт-дәстүрмен
Иә, жақсы, жарайсың. Адами құндылықтарға не жатады екен? Адами құндылықтарға, ал Бақытжан? Адами құндылықтарға сұлулықты мысалы біз адамның бұл сұлулықты айтқан себебіміз адам өз түріне қарап өзінің сұлулығын жасайды және де өзінің басқа да ізгі қасиеттерін көрсетеді. Иә, дұрыс айтасың. Яғни сұлулық деп отырғанымыз бізді айнала қоршаған бүкіл дүние неге толы оқушылар? Сұлулыққа толы, әдемілікке толы. Сол сұлулықты біз адам ретінде танып, көріп, біле алуымыз керек екен. Ал енді ізгі қасиетті құндылықтар ол қайдан тарайды бізге? Жүрегімізден тарайды екен. Яғни оған біздің жүрегіміздегі құйылып отырған біздің мейірімділігіміз, имандылығымыз, қамқорлығымыз, сүйіспеншілігіміз, адамгершілігіміз осылардың барлығы да неге жатады екен? Адами құндылықтарға жатады екен. Мінекей Бұл бейнефильмде ұстаз шәкірттеріне құндылықтар туралы айтып тұр. Құндылықтарға терең ой, ақыл жатады. Соны көрсетіп тұр. сіздер мына фотосуреттерді қолдана отырып құндылықтарға қатысты сөйлем құрастырасыздар. Мінекей сіздердің фотосуреттеріңіз, осы фотосуреттерді пайдалана отырып жұмыс жүргіземіз, шартты бизнес бойынша. Мінекей. Мінекей оқушылар, сіздерге мақал-мәтелдер беріліп отыр. Осы мақал-мәтелдердің біреуін таңдап аласыздар дағы өздеріңіздің шарттарыңыз бойынша орындайсыздар. Ал оқушылар, енді біз сіздерменен топтық тапсырма орындайтын боламыз. Әр топ өзі біледі ғой, қай топ екендігіне білесіңдер, жаңа біз топтарға бөліп қойған боламыз. Енді қараңыздар, бірінші топ мақал-мәтелдердің жауабын шешіп, қандай құндылықтарға жататынын түсіндірулерің керек. Және бұл түсіндірген кезінде екпіннің түрлерін пайдаланамыз. Екінші топ сіздерге рөлдік ойын беріледі. Әлеуметтік, мәдени, іскери тақырыптардың бірінен диалог құрастыруларың керек. Мысалға, рөлге бөлінесіңдер. Әке, ана, ата, әже, жасөспірім, жүргізуші, тағы басқа етіп өздерің рөлді таңдайсыздар. Бұл рөлдік ойында да екпіннің түрлерін диалог барысында пайдаланасыздар. Үшінші топ фотосуреттерді пайдалана отырып құндылықтарды анықтап сөйлем құрастыруларың керек. Сөйлем құрастырып сөйлемді оқыған кезеңде екпін түрлерін қолданасыздар. Төртінші топ фотосуреттерді қолдана отырып сіздер монолог құрастырасыздар. Монологты оқып келген кезеңде екпін түрлерін қоя отырып оқисыздар. Тапсырма түсінікті ме? Ал оқушылар мынау бағалаудың түрлері әр оқушы өзін бағалап отырады. 1 мен 10 балдық жүйенің арасында бағалап отырамыз. Бүгінгі сабақта әр оқушы өзін қалай бағалайды, қандай жетістіктерге, қандай мақсаттарға қол жеткізді, соған қараймыз. Şirketlerin hasalına ödeyip, özümsüzün sızıp koyup tahtlara sınav odasına koydum. Bağlar. O ne? Bölümleri Отан отбасынан басталады. Ал құндылық жайында айтсақ, бұл суретте отбасылық құндылық айтылады. Әр отбасында талқыланатын әр мәселе болады, балаларға айтылатын тәрбие болады.
Мен бұл жерде табиғатты көрдім және мен бұған монолог құрастырдым. Мен табиғаттың ауам таза, ағаштарым өте көп. Көптеген адамдар суға қайықпен жүзеді. Бұл табиғи құндылыққа жатады. Бұл суретте білімге құштарлық құндылығы бар. Мен бұл суретте монолог құрдым. Бұл жерде мен адаммын. Мен өзімді иманды және ақылды болып келемін. Мен аялы табиғатта тұрмын. Мен өзімді тамаша көңілмен сезініп тұрмын деп монолог құрдым. Бұл біздің қазақ халқымыздың аспаптары, яғни бұл ұлттық құндылық. Табиғи құндылық бейнеленген, яғни таулар, ағаштар, өсімдік, киіз және тағы да басқа жатады. Бұл жерде мақал мәтелінің жауабын ел қадірін ер түсінер деген. Енді құндылығы бұл жерде отан туралы айтылып тұр. Бұл жақта туған жерім Қазақстан. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Бұл суретте бізде отаншылық құндылық көрсетілген. Енді бүгінгі сабағымызға қорытындылай келе, әрқайсымыз бүгінгі сабақта не түйдік, не үйрендік, неден қиналдық, осы бойынша қолдарына берілген қағазды ала отырып, үлестірмен кескен ала отырып, кері байланыс берулеріңді сұрадым. Келе отырыңыздар. Менің сұрағым бар, маған бәрі түсінікті, мен сабақта түсіндім. Келеміз, барлығымыз. Бір ғұлама тәрбиесі тым бөлек. Шәкірттердің қарсы алдына бірде кеп, түзу сызық сызып қойып тақтаға сынақ болар сұрақ қойды. Балалар, бұл не? Деп. Біреулері Бұл бір деген сан. деді. Біреулері Бәлкім жалғыз жан. деді. Біреулері Аяқша қойып тұрған. улап-шулап айтып жатты әрнені. Бағанадан болып жатқан құралек шәкірттерге тақпай ұстаз кінә көп. Білмесеңдер, енді біліп жүріңдер. Бір дегенім баға жетпес бұл әдеп. Деп ғұлама өзі берді жауабын. Құдай берер айтқан сөздің сауабын. Бір артынан нөлді жазып, Бұл не? деп ұстаз адам тағы қойды сауалын. Сол болған соң көзі жетіп көргені бәрі бірдей нөл деді. Жоқ балалар. Білім. Деді бұл деген. Таң қалсып қалды бұған сенгені. Нөл артынан нөлді жазып тағы да Ақыл. деді. Керек болды жаныңа. Мұның аты өнер. Деді ғұлама. Тағы да бір нөлді қосып соңына. Ал бұл еңбек. Мынау талап. Біреулері мұның сырын кешігіп, біреулері қағазына көшіріп, жатыр еді алдындағы сызықты өз қолымен тастады да өшіріп. Ұстаздары Ал айтыңдар. Не қалды? деп сұрады. Ал шәкірттер кейіпкеніп кінәлі, кілең нөлдің қалғанына таңданып, бірі күліп, бірі іштей жылады. Көкжиектен бара жатты күн қайтып, мұның мәнін түсінеді кім қайтып. Ақыл, білім, өнеріңнің әдепсіз нөл екенін ғұламадан тұрды айтып.